Ассаламуалейкум достар. Көктемнің бірінші күні 2020 жыл Ұзынағаш мал базары. Қазір жылқы, сиыр, бұқа, қой, құс ретімен көрсетеміз. Соңына дейін көріңіздер. Алматыда ауа райы өте керемет болып тұр. Жабағылардан бастайық. Мына еркек жабағыға 220 мың сұрап отыр. Екі ұрғашы жабаға 190 мыңнан сұрап тұр. Мына еркек жабаға 200 мың. Семіз байланған жабағылар 260 мыңнан. Түсін қарайын деп отыр ма? Түсін түсіз. Мына 2,5 жасарлар дөнендер. Сарысы 400, қарасы 370. Мына еркекке 230 сұрап отыр. 230. Байтал 320 мың. 320 мың осындай байтал. Еркек жабағы семіз 250, болары 230 мың. Ала денесі осындай. Жазға дөнен тай дейді қазір. Құнан 420 дейді бағасы. 11 жасар боз бие 550 дейді. Шаруа мал, бірақ ерте боз. Жергілікті жабағылар асау 220-дан сұрап тұр. Оптым келседі. Болашағы бар байтал екен. Денесі ұзын, бойы биік. 400 мың сұрап отыр. Саудасы бар. Семіз тайға 330 сұрап отыр. Семіз байланған. Күшті аңғара бие шығыпты, буаз. Үші доптомалақ. Бағасы 1 миллион. Бірақ егесі жақында жоқ екен, жасын білемейміз. Номерінде алуға тұрарлықта бие екен. Бөлек, дене бітімі бөлек құлын айғыр шығыпты. 150 мың. Ең арзан осы базардың. Семіз еркек тайлар 250 мың болар. Екі бас. Еркек жабағы 180 мың. Саудасы бар. Екінші тұман буаз бие 550 мың дейді. Буаз. Салоннан шыққан жабағылар еркектер 220 мыңнан сұрап отыр. Мына құнан сатылды 300 мыңға. Тап-таза 300 мыңға сатылды. Сезон басталды. Бірінші құлынды бие шықты. Бағасы сәл қымбатырақ 700 мың. Сауылмаған, бірақ денесі ірі. Екінші құлыны сүйкімді екен, қас-қас бар. Еркек жабағылар 190 мыңнан. Разминка. 7 жасар қысыр бие. Өте әдемі, бойы биік. 370 ақ мың теңге сұрап отыр. Арзан деп ойлаймын. Арзанда 3 жасар дөнен 450 мың дейді. Таза қан тайлар дейді. 290 мыңнан. Еркектер, мыналар ұрғашылар. Бір айғырдан түскен. Таза қандар, жамбастары үлкен. Тұяқтары стаканчик. Мықты бие екен, 470 мың сұрап отыр. Бірақ қысыр қалып қойыпты. Семіз бағылған тай 280 мың саудасы бар. Семіз балық тайлар 330 мыңнан. Таза арпамен бағылған дейді. Егесі 7 жасар дейді. 1 300 000 ақ боз получаш, тұяғы құбалыдай. Үлкен, жуан, қалың айғыр екен. 1 300 000. Қымбат ешек. 200 мың дейді. Еркек па ұрғаш? Еркегі. 20 мың. 200 емес, 20 мың. Асау жабағылар 180 мыңнан.
В общем, шаруа малды көрсеттік. Тай, жабағы, бие совсем жоқ екен. Қазір мінгі жылқыларға дейік, айғырларға. 6 жасар айғыр 800 мың дейді, 700 мың болса берем дейді. Кісілер мініп көрейік деп атыр. Қазір маған 800 мың сұрап отыр. 11 жасар боз бие 460 мың. 460. Қасқа айғыр денесі ірі. Енді бағасын айтшы. 550. Жасы? 7 жасар айғыр 550 мың. Көкпар бір нәрсесі бар? Көкпар бар. 5-тік көк айғыр 1 500 000 дейді. Жуан российский сияқты. 1 200 000-ге бермегем дейді. Фабричныйдың малы. Мықты. 7 жасар айғыр 800 мың. 4 жасар айғыр 700 мың дейді. Бұрылған. Жақсы екен бірақ. Неге номер жоқ десеңіз, бәрі бермей атыр, что-то ешкімнің настроениесі жоқ. Үйірдің айғыры 650 мың дейді. Қараңыз, қандай ұзын. Ұзын құлындар береді. Жергілікті тай 250 мың дейді. 230 болар. Дос, сен қанша сұрап жатсың, дос? Қара. Мыңғы тай екен. 220 дейді. Буаз бие екінші құлыны ішінде. Мыңғы екен тағы да. 500 мың болар. Көкпардың айғыры 900 мың дейді. Жасы қанша? Амас қаншада жасы? 8 жасар. Қай жердікі? Номерін бересің ба? Номерін бересің ба? Қызыққандар звондайды. Айты? 37 215 96 96. Кияқ бәрі таза. 400 мың сұрап жатыр, 5 жасар айғыр. Шаруа мал. Көк айғырмен аяқтайық жылқы қатарын. 600 мың дейді, 7 жасар. Жылқыларды көрдіңіздер. Енді сиыр бұқа қатарына өтейін. Видео ұзақ болып қалды, сондықтан 2 бөліге тура келді. Екінші бөлім бұқа, сиыр, қой және де құс туралы болады. Міндетті түрде көріңіздер. Алдыңызда тұрған аттар 4 жасарлар, пішпе аттар. Ірі денелі, сатылымда екен. Бүтін сойып алсаңыз да болады, жіліктеп алсаңыз да болады екен. Егесі сойып та береді, жіліктеп те береді, бәрі келісімді.